Бүгінгі видеомда әңгімемді бір профессордан ғылыми мақаласында жазған сөйлемін оқумен бастайын. Абай жайлы мынандай бір сөйлем жазған екен. Поэтикалық асқақ жолдарды оқығанда жүрек дірілдеп, буын босап кетеді дейді. Бұл сөйлемді алып отырған себебім, әсіресе қазақ әдебиеті саласында жазылған ғылыми мақалаларда осындай стильде жазу басым. Яғни өзінің сезімдерін, махаббатын жазып отырған нәрсеге мақтауын жазып кететін ғылыми мақалаларды көптеп кездестіруге болады. Мен Бану Ессөз каналымда қазақша академиялық цифрлық сауаттылық туралы жазып айтып жүрмін. Бүгінгі видеомда ғылыми мақаланың қай бөлімі қалай жазылғаны дұрыс болатыны жайлы айтпақшымын. Ессөз каналында жариялаған академиялық сауаттылық 1 деген видеомда ғылыми мақала жазбастан бұрын не жасалу керек, нені есте ұстағаным жөн деген тақырып айналасында айтқан едім. Осы видеода ғылыми әлемде жалпы қабылданған мақала құрылымы және мақала жазғанда осы бөлімдердің жазуда неге көңіл бөлу керектігі жайлы айтатын боламын. Ессөз каналыма жазылып, осы видеоларды қарасаңыз, академиялық сауаттылықты арттыруға бір мысқал болса да, үлес қосады деген үміттемін. Ғылыми мақала мынадай бөлімдерден тұрады: кіріспе, материалдар мен әдістер, нәтижелер мен талқылау, қорытынды, тұжырымдар. Кіріспеде зерттеп отырған мәселенің ғылыми әдебиетіне шолу жасалады. Ғылыми әдебиетке шолу деген қысқаша мақала жазып отырған тақырып бойынша ғылымда не бар, не жоқ, соған тоқталу дегенді білдіреді. Не бар, не жоғын қайдан білеміз? Мақала жазып отырған саланың ғылыми әдебиетін анықтап, тауып, оқып, анализ жасау арқылы білеміз. Бұл зерттеу жұмысы библиографиялық зерттеу арқылы жасалады. Осы библиографиялық зерттеу қалай жасалатыны жайлы Ессөз каналында мақала қалай жазылады деген видео бар. Қызықсаңыз ашып қарауға болады. Тақырыптың зерттелмеген тұстарын тауып, сол жайлы жазамыз. Мысалы, өзімнің бір мақаламнан мысал берейін. Абайдың бір байт мысалы «Жақылдап рағыт жайды айтар» деген мақаламда Абайдың осы өлеңін классикалық әдебиет стилінде талдаймын. Осы салаға дейін бұл өлеңде мысалы рағытты Зевс деп көрсеткен пікірлер бар екен. Бұл өлеңде рағытты диуан әдебиеті концепциясы ішінде қарастырамын. Ғылыми әдебиетте бұрын айтылмаған тың мәселе. Ғылыми мақаланың кіріспе бөлімінде жазылатын ең басты мәселе ғылыми әдебиетте бұрын айтылмаған тың мәселені тауып, сол мәселені ғылыми әдебиетке сүйеп жазу. Кіріспенің соңғы абзацында осы зерттеудің сұрағы жазылады. Зерттеп отырған мәселе не еді, сол жайында айтылады. Мақаланың мақсаты мынау, мынаны зерттеймін деп айту керек. Мақалада айтылатын негізгі мәселе осы тақырыптың сұрағы болады, яғни проблемасы. Мақала жазып шешейін деп отырған проблема зерттеудің гипотезасы болады. Мақала жазу ережесін білу зерттеу жасаумен тікелей байланысты. Бар болса неге бар? Неге бар дейтінің жайлы ғылыми зерттеулерге сүйене отырып ашып түсіндіруіңіз керек болады. Төбеден жай түскендей немесе өз ойыңмен бар деп жаза алмайсың. Неге осы мәселені жазып отырсың? Ғылыми негізі жоқ болса, пайдалы, әсерлі, керемет, адамгершілікті жырлайды деген сияқты сөйлемдер құр бос сөз болады. Осы неге сүйеніп айтқаның жайлы жазылу керек. Бұл болмаған жағдайда мақалаңыз ғылыми мақала болмайды. Кейбір ғылыми мақалаларда кіріспеде былай деп жазылуы мүмкін: бұрын жасалмаған. Яғни осындай бұрын жасалмаған деген сөйлем жазу үшін бұрын неге жасалмағаны туралы логикалық түсіндірме болу керек. Бір нәрсе бұрын жасалмаса, міндетті түрде керемет маңызды болмауы да мүмкін. Неге жасалмағаны жайлы ашып жазылу керек. Ғылымда сіз мақала жазғанға дейінгі бар нәрселерді жеке-жеке түсіндіру, анау өйткен, мынау өйткен деген секілді. Яғни ғылымда дегенде сіз жасап отырған, зерттеп отырған мақалаңызға қатысты мәселе жөнінде дегенді айтқым келіп отыр бұл жерде. Мына кісі зерттеуіне мынаны жасады, былай деді деген секілді ашып жазасыз. Мақаланың кіріспе бөлімі маңызды. Ең алғаш мақаланы ашқанда кіріспе бөлімі оқылады. Одан ары қарай мақаланың оқып-оқылмауы осы кіріспе бөліміне байланысты. Жалпы мақаланың қандай екені кіріспе бөлімнен ақ көрінеді. Кіріспе бөлім ұзын болмауы керек. Ары кетсе бір беттен аспау керек. Кіріспе бөлімінде әдебиетке шолу, яғни жазып отырған мәселеңізге қатысты ғылыми әдебиетке шолу болғандықтан, ол өте көп болғандықтан, оны қысқартып, тұжырымдап жазудың өзі білім мен және шеберлікте де қажет ететін нәрсе. Осы шеберлікке жету үшін көп мақала жазу керек. Кіріспеде мақалаңызды оқып отырған адамды сендіретіндей дәлел пікір айтылу керек. Өз версияңды айту керек емес, өлшенген болу керек. Бұл цифрлармен дәлелденсе әсерлі болады.
мысалы әлемде қанша пайыз осындай, осы зерттеп отырған салада қанша пайыз деген сияқты сандарды көрсету нақтылықты дәлелді болуға себеп етеді. Бірақ бұл осы айтылған нәрсенің барлығына сілтеме берілу керек. Өз өзіңмен өз пікіріңді немесе басқалардың былай айтты деп жазғанынан ешқандай пайда жоқ. Ғылыми мақалада бұндай сөйлемдер қабылданбайды. Кіріспеде дәлелдерді санмен беру міндетті емес. Бұл тек қана бір жолы теорияның маңызы болуында айтуға болады. Бұл жерде маңыздысы мақала жазып отырған тақырыптың маңызды екенін жеткізе білу. Бірінші абзацта, кіріспенің бірінші абзацында мәселенің маңызды екенін дәлелдедің, сендірдің, қызықтырдың. Енді екінші абзацта осы мәселе не, проблема неде екенін айту керек. Және мәселе бар болса, ол қандай проблема, қандай мәселе екенін ашып түсіндіріп жазу керек. Және осы мәселенің шығуына себеп болған жағдайларды айту керек. Осы мәселе туралы осы салада жасалған жұмыс жоқ немесе аз, және осы сондықтан да мен осы жұмысты жазып отырмын деп ғылымиға сүйеп жасап отырған мәселеңіздің маңызын ашып көрсетесіз. Кіріспеде осы жоғарыда айтылған үш негізгі мәселенің барлығы да болу керек. Кіріспеде жаңа мақаланың проблемасы туралы, ол мәселенің зерттелуі, теориясы туралы және осыған қатысты мәліметтер, тікелей мәліметтер барлығы сілтемемен көрсетілу керек. Видеоның басында келтірген мысалды тағы да айта кетейін. Нақтырақ түсінікті болу үшін. Абай жайлы былай деп жазылған бір мақаладан үзінді келтірген болатынмын видеоның басында. Поэтикалық асқақ жолдарды оқығанда жүрек дірілдеп, буын босап кетеді дейді. Бұл сөйлемді мысалға алған себебім, бізде мақала осындай стильде жазылатын жерлер өте көп. Өз сезімдерін жазып отырған нәрсеге махаббатын немесе жек көршісін жазып кетеді, ұзын жазып кететін жағдайлар көпті мақала оқығанда көп кездестіремін өз басым. Бұл стильді басқа жазуға қалдыруға тура келеді. Өйткені ғылыми мақала не жазсаң, соны өлшеп, сілтеме көрсетіп, ғылымға сүйеп айтуды талап етеді. Өз пікіріңді, бағаңды өлшеп, ғылымға сүйеп барып қана дәлелдеп қана барып айта аласың. Қорытатын болсам, кіріспенің мақаланың адамдарға мақалада не бар, не жоғын көрсетіп қоятын көрме секілді қызметі бар. Ғылыми мақаланың кіріспесінде мына мәселелер болуына мән беру керек. Бір тақырыпта мақала жазып отырсын делік. Осы тақырыптағы ғылыми әдебиетке сүйеп маңызды екенін көрсетесің. Нені зерттейін деп отырсаң, мақсатында айтасың. Тақырыптың ғылым саласында осы мәселе зерттелмегені немесе аз зерттелгені жайлы дәлелдеп көрсетесің. Тақырыбыңның өзекті екенін, зерттеуге тұрарлы екеніне сендіресің. Теориялық немесе практикалық маңызды екенін ғылымға сүйеп көрсетесің. Жазып отырған мақаладағы мәселенің, тезистің мәнін анықтап жазасың. Барлық айтылған мәселелерді ойдан алмайсың, сілтемемен көрсетесің. Сезімдерді, әсерлерді, жек көрушілік, мақтауды жазып кетуді ғылыми мақаланың кіріспе бөлімі қабылдамайды. Өйткені талап солай. Академиялық сауаттылық жайлы видеоларының жалғасы үшін ес сөз каналына қарай жүріңіз.